Бүгінгі видеода ескі компьютер клубтан бастап өте қымбат компьютер клубқа дейін баруымыз керек. Ол үшін біз жақсы клавиатура, мышка, монитор және процессор сатып алуымыз керек. Мықты болып, дамып, іште көп адам жүретіндей қылуымыз керек. Сондықтан досым, дәл қазір арнаға жазыл. Себебі сен арнаны жазылмай көреді екенсің ғой. Оны маған YouTube'тың администраторлары айтты. 3 секунд берем, арнаға жазылып ал. 1, 2, 3. Ал достар, мен өзімнің компьютерлік клубымды ашайын деп жатырмын, бірақ мына жанымызда басқа да біздің конкуренттеріміз, яғни компьютер клубтар бар, олардың ішінде бір бар. Көрейікші, бірақ алдымен достар, менің компьютер клубымды көрейік, ішінде не бар екен? Так, саған, сонда менің компьютер клубымның тек қана бір стол мен бір стул бар, қараңыздаршы, отырғышы мен столы бар. Сонда мына жерде не подарка? Бізге подарка келіп тұр. Саған, ей, жаман емес, бірақ ұнамайды. Не екен білесіздер ма? Себебі мына мониторы. Мен әлі ашылған жоқпын ғой. Не қылса тұрасыз ба? Ақша беріп жатсыз ба? Онда отыра беріңіз. Мен сізді мазаламаймын, ақша беріп жатсаңыз, достар. Қараңыздаршы, мына жерде бізде бір клиентіміз келіп ішке келіп ойнап кетті компьютерін. Мына компьютерде ойнайтындар бар екен. Мына ескі компьютер ғой, жақсы достар. Тағы да бір компьютер сатып алуға, ол 25 доллар тұрады екен. Бір адам бізде келіп қанша доллар тастап кетеді сонда? 7 доллар. Сосын 5 секундына бір 7 доллардан беріп отыр, достар. 74 доллар жасап алдық. Жаман емес. Енді бетейік, достар. Не? Ішіне бұл жерге енді қоқыстарды тастауға болады. Менің компьютерім бос әзірге, достар. Тағы да біреуін ал деп тұр ғой. Жақсы, алайық, тағы да біреуін алайық. Бір жақсы, біздер мониторларды алмайды екенбіз. Ол біздер рандомды түрде түседі. Деп айтайын десем, барлығы бірдей ғой. Бір мықтысы түседі шығар десем, жоқ екен. Достар, спин дейді. Бұл не? Бізге монитор түсуі мүмкін, давай, қымбат монитор. Мынау жұмысқа арналған ПК ғой, достардан қараңыздар. Жұмысқа арналған ПК, оны апарамыз да мынаның орнына ауыстырамыз, достар. Мынандай процессор керек емес маған. Мынандай не мынау процессор? Бірақ мына процессорды ауыстырғанның арқасында, достар, бізде не шықты, достар, көрдіңіздер ма? 12 доллар беретін бол, 7 доллар беретін. Жайлап басыңдарша, мышка. Достар, бірден жақсы. Мен мұнан бәрі рандом деп ойласам, рандом емес екен, достар. Бұл бұлай екен, бізде спин дейтінді айналдырамыз. Міне, спинді айналдырған кезде бізге бір жақсы зат түсіп кетуі мүмкін. Мысал, ойын мониторы, достар, біреу. Біреу. Мұнан дамыта берейік әзірге, сол жақта тұрғанды, достар. Қалай сіздерге, достар. Енді 350 доллардан кэшті дамытуға болады. Бізде 200 доллар келіп тұр екен. Сізде не бар? Так, бізде айтады, мынаяқта Robloxқа мынандай заттар бар екен. 5. В общем, ақшаға немесе Robloxқа сатып аламыз ғой. Мынандай компьютерлік орындықтар. Саған, мынау енді ең мықтылар келетін шығар. 5 миллиард дейді ғой, достар. 5 миллиард. Мына жерде отырғыш пен орындықтар екен. Так, басқа не бар мына жақта? 10% мынаны көтеріп тастаймыз, достар. Мынаяқта да мына екеуін көтеріп тастаймыз, достар, барынша. Бүкіл ақшамызға көтердік. Енді тағы бірдеме шығаруға бола ма? Компьютер, достар, таза ойынға арналған мынау ПК ғой. Ішін қараңыздар, ішінде айтайын ба не тұрғанын? Так, ішінде процессор, видеокартасы мынау точно 5070 па или 3080 ба, білмеймін. Бірақ содай сияқты. 3 кулермен тұр ғой. Мына ПК-ны ауыстырамыз, мына ПК-ны мынаны ауыстыруымыз керек қой біз. Мынаны ауыстыратын болсақ, сосын менде қалғандары қайда? Так, инвентарь. Жоқ па, сонда жоғалып кете ма? Шопта не бар, достар? Шопты көрейік. Менің компьютер клубымның жұмысы қазір қызып жатыр, достар. Біраз ақша тауып жатыр, қараңыздаршы. 31 доллардан ап келеді ғой, Так, сеттинг, мынаяқта дым жоқ. Жақсы, уже 500 доллар әкеліп тастаған. Так, біреуін қосамыз, жаңасын. Мынаяқта лак ал жібереміз. Сәттілікті, достар. Енді мына жердегі компьютерлерді көрейік, қандай компьютер береткен маған, кәне. Болады, достар, болады. Жаман емес. Енді, достар, мына жерге барамыз да. Көрші, біздің компьютерлік клубтарды көріп шығамыз, достар. Не істеп жатыр? Неше компьютерлер? Саған, достар, мына адам мынандай
ойын компьютерінің 4-еуі бар, 5-еу, 6-ауы бар достар. Бір қабатты болғанымен жақсы дамытқан достар. Мен де дамытайын да, жүр ғой, бос деп қойыпты қатын. Мына жерде 2 қабаттық түрлері бар достар. Неше мынау? Ала алам ба? Алмайын ба біреудікін? Ұрлап кетуге болмай ма? Жоқ, болмайды достар, мынау көп қылмыстар. Жай бассаңдаршы, неге тықырлатып басып атсыңдар бәрің? 2 қабатты достар мынау. Телепорт. Міне достар, игровой ойынға арналған міне клавиатура мен мышка. Оны мына жерден ауыстырамыз. Енді процессорлерін ауыстыру керек достар. Бізде процессор сәл шамалы болып тұр. Не бар мынаяқта? Бір сет бар екен, 1000 робокс тұратын сеттер. Қымбат емес па достар? Стартер пак 29 робокс тұрады достар. Давай стартер пакты алайықшы. Бізге керек қой бәрібір. 27 робокс болады достар. Алдым ал. 27 робоксқа енді бізде инвентарда тұра ма ол? Міне достар. Ха-ха-ха! Қалай сіздерге достар, мына ең қымбат компьютер болып кетті соңында келген кезде. Міне достар, міне $115 береді уже бір ПК-мыз біздің. Әдемі емес па достар? Так, мынаяқтан тағы біреуін ашып қоямыз достар. Оны бүйтіп ашып беру керек. Компьютер клубында адам көп. Не шықты? Ой, бір. Достар, мынау да бір болмады. Не болса да достар, мынаны үлкейтуіміз керек. 2 қабатты қылуымыз керек. 2 қабатты қалай қыламыз? Мен әлі түсінбей жатырмын. Так, 2 қабатты қылу үшін бізге не керек? Home. Так, shop. Жоқ, мына жақта емес, инвентарда да емес достар. Қалай 2 қабатты қыламын мен достар? Мен түсінбей жатырмын досым. Қалай 2 қабатты қыламын? 15 мың керектен әрі қарай дамыту үшін. Сол уақытта біз геймер міне достар, ойынға арналған мышка мен клавиатураны алып кетеміз әзірге. Осын толтыра былай тұра тұрыңыз, ауыстырып берейін сізге жақсысына. Так, тағы да бір игровой шықты достар, $10 тұратын. Так, 14, 2. Мынаны ауыстырамыз достар, мынау $2 кеткен. Осыны ауыстырып алсақ болды. Мониторын да ауыстыру керек еді оның негізі. Қазір көреміз достар, не шығатынын, не шықпайтынын. $10,000 жинап қойды уже. Достар, міне игровой монитор. Так, $6 тұрады, $4 тұрады ғой, мынау. Осыны ауыстырайық достар, міне. Достар, $40 тұратын ПК шықты тағы да. Міне қасына жинай берейік. Осының $161 достар, 15 мың дейді достар. Сонда инвентарға салмайсың ба? Достар. Достар, мықты зат шықты маған. 165 эпический достар клавиатура. Әрине оны мына жерге қоямын мен достар. Келген шығар достар, бір қарап жүрейік. Келді ма, келмеді ма? Келіпті достар, бір отырғыш алдым 5 мыңға. Так, басқа не алуға болады? Тағы мынандайдың біреуін алуға болады. Әзірге керек емес достар, әзірге біз мына отырғышымызды алайық та. Мынаның орнына қойық достар. Ал кетті ал достар. Мынау ең потолок компьютер достар біздің ішімізде. Қалай сізге ұнап жатыр ма? Секундына $436 береді достар. $436. Ойлаңыздаршы, 436 деген қаншалықты көп. Так, про ПК-ны аламыз. Про мониторды аламыз қазір. Так, қанша сіздердің ПК-ларыңыз? Арзан тұратын ПК-лар ма? $7 тұратындарды жаңартайық достар, енді ят болар. $7 тұратын ПК-лар не істеп жүр достар арамызда? Мониторды да жаңартамыз достар, бүйтіп алып кетеміз да, мына жерден нан басып кетеміз міндетті түрде. Так, монитор барлығы бізде $10 па? Барлығы $10 екен достар, бұларды да өзгертуіміз керек. Жайлап, міне бұлайына өзгертеміз. $24,000 шығарғаншы достар. Мыналар керек емес бізге. Тез, бірдеме шығарыңыздаршы. Тағы да бір компьютер достар, жақсы компьютер. Так, бізде $18. Міне, мынаны ауыстыруымыз керек достар. Мынаны ауыстырсақ бізде ойынға арналған компьютерлік клуб болады. Таза 10 мың береді енді секундына, қалай достар? Так, мына екеуі керек емес. Достар, мен өзімнің алғашқы 100 мыңымды жасап қойдым. Мына жерде міндетті түрде соңғы ПК-мызды алуымыз керек. Бірінші қабаттағы соңғы ПК-мыз ғой. Осыны алып тастаймыз достар. Әрі қарай алу үшін бізге 183 мың керек екен, жақсы. Жаман емес. Бірақ мына жерден бір жақсы зат түсіп кете қойса, өте әдемі болар еді достар, бір жақсы ПК. Жоқ дейді ғой достар. 50% аламыз ба? Алу керек достар. Мынау керек пе екен бізге? Мынау үйтак $10 тұратын зат қой. Не істейміз қайта не істеп? Так, қалғандар міне ойын мониторы достар, оны алуымыз керек бізге. Мада бір монитор түспей жүр екен ғой. Не түспей жүр де? Жоқ. Бәсе міне мына жерге қоямыз достар. Ол мониторды $10 енді лак сатып алайық достар мына жерден. 70% бізде енді лак болады достар. Еғана 70% десек, жақсы ПК-лар түсуі мүмкін достар. Деп айтқан кезде түспей қалама ештеңе.
Давай маған не компьютер клубының ішіндегі заттар жаңарту керек. Мыналар деген пайдасы бар ма жоқ па? Неғып мен 12 мың береді үш секундына. Міне Pro ПК достар, кеттік. Pro ПК-ны аламыз. Мына $3 екен. Достар, $3-лықты $40-лыққа ауыстырамыз достар. Бірақ мынаны әрдайым басып жүру керек, бір несі ыңғайсыз да. Сол үшін мына жерден алып алдық. Мәссаған. Так, бізде не жақта? $22 тұрады достар. Осыны алайық. $10 қой мыналардың көбі бізде. Неге? Мыналардың барлығын ауыстыру керек достар. $10 болып тұр ғой. Мына жерден тағы да ауыстырамыз достар. Лакты каз тағы сатып аламыз. Так, мынау не? Upgrade Cash Multi. Мынаны ауыстырайық достар. 1.7. Мынаны да көбейтейік достар. Ақшамыздың барлығына осыны көбейтіп тастаймыз. 20 мың береді достар енді секундына. Қалай достар? 19 мыңға. Так, мына жерде не бар бізде? 3 штук бар екен достар надан. Надан да 3 штук шығады екен. Екеуін аламыз достар надан. Надан екеуін аламыз достар. Міне достар, енді бізде 4 дүние бар. Жақсы болды, ақшамыздың барлығына осындай заттар сатып аламыз да. Міне достар, біреуін алдық, қойдық. Тағы біреуін аламыз да, мына жерге қоямыз достар. Біреуін аламыз да, мына жерге қоямыз. Біздің компьютерлік клубымыз қалай дамып жатқанын көріп тұрсыздар ма достар? Өте жақсы дамып жатқан сияқты. Уже 7 мың, қанша берді? 20.900 дейді. Ойбай, мен бір қатты көбейген шығар десем мынадан. Мынадан дымда көбеймегенші достар. Так, тағы екеуін алуға болады, бірақ мен әрі қарай енді мына геймер деген нелерді алатын шығармын, отырғыштарды деп ойлап отырмын. 5 миллион дейді. Ойбай, біз ондай қаражат таппаймыз ғой әзір. Так, мына жерден бір жақсы зат бересіз ба? 70% лак қосып қойды ма? 70%. Pro Keyboard достар, $22. Так. Мынаны ауыстырамыз мынаның орнына. Так, достар, мына жерде енді оң жақ бізде мықты компьютерлер болып тұр ғой, сол жаққа қарағанда. Сол жақта тек біреу ғана мықты. Міне, компьютер деп айта салдым. Сол уақытта бізден мынандай күшті ПК шықты достар, оны да ауыстырып аламыз. Так, оны мына жерге қоямыз достар, міне. $40 ПК достар. Мына жерде ауыстыра берсек болады. Мына жерде дым жоқ достар, мықты. Бір жақсы зат бермейсіздер ма? Бермейміз деген сияқты достар налар. Ойбай, дым шықпай жатыр. Кімнің компьютер клубы мықты, менікінен басқа? Деп өзінше қатайып отыр ма? Достар, көреміз. Толтырып алып тастадым достар. 8 дүние алдым ғой. Енді мен мынаның несін ауыстыруым керек достар. Мынаның отырғышын міне. Міне достар. Таза бізде розовый сет болды енді. Мынаның орнына ауыстырайық достар. Міне достар, міне. Так, сіздікін ауыстырғым келіп тұр, бірақ әзірге наларды ауыстырып тастайын, реніштеріңіз болмаса. Бейтеміз. Мынаны бейтеміз достар. Сосын барлығының орындығын ауыстырып шығамыз достар. Енді кішкене условия жасайық та. Ойбай, мынаның бәрін не істеймін мен достар, артық алып қойыппын ғой. Болды енді. Ал достар, біз 4 миллион қаражат жинап қойдық және мына жерден керемет бір компьютер шықты. $5.000 тұратын компьютер. Өздеріңіз ойлаңыздар, осыған дейін бізде тек қана $40 тұратын андай арзан компьютерлер болды да. Енді мына жерде бізде $5.000 компьютер келді және бізде мына жерде мықты сет. Қараңыздар, сет чо там дейтін. Ал енді мына жерден бір компьютер клубымызды көріп шығайық достар. Маған 492 мың береді секундда. Мен 4 миллион қаражат жинап қойдым. Мынаны көбейтеміз достар. Сонда бізде 527 мың береді. Білмеймін, не істейміз әрі қарай. Енді мынаны лакты көбейтпесек достар, бейтіп. Лакты көбейтеміз. Сонда не болады? Лак мультиплеер, адамдардың келуі немесе басқа дүниелерге жауап беретін шығар. Ал онда компьютер клубымызды көрейік достар. Міне, ең бірінші компьютер клубымыз бұл бізде андай табиғатта бір орманның стилінде жасалған компьютер клуб. Оның клавиатурасы алтын, мониторы енді шамалы емес, жақсы, нормально достар. Екіншісі бізде мықты достар. Бұл компьютер бізде $5.000 тұрады. Бір өзі, бір компьютер, ойлаңыздар достар. Отырғышы соған үйлесетін және қасында да печеньесі бар, қалайсыздарге. Үшінші компьютер бізде таза достар, Diamond set, яғни алмас сеті. Мықты сияқты достар, мына компьютердің өзі. Төртіншісі бізде енді бұл аралас сет. Мына жерде бізде жасыл және алтыннан жасалған. Сосын енді клавиатурасы онша емес, мына жақта да бізде алтыннан жасалған сет бар және компьютерлер болады достар. Осылайша біз минутына 527 мың табатын компьютер клуб жасадық достар. 128 мыңнан біреу ғана кэш 20 дейді ғой достар. Ойбай, 176 мың беріп отыр ғой секундына. Ал құрметті досым, саған осы видео ұнады деп ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде дәл қазір видеоға лайк басып, комментарий қалдырып және арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Miller Play арнасы, келесі жүздескенше. Досым, мына тұрған 2 видеоны көруді ұмытпа.